Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Адал азамат бағдарламасы аясында ұлттық тәрбие, оның ішінде отбасындағы бала тәрбиесі тақырыбында сұхбат жүргізгелі отырмыз. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы мектебіміздің 4-ші Ә сынып оқушысы Жасұланқызы Жасминаның әжесі Жұмабике Аманқызы. Бізде қонақта. Жұмабике Аманқызы, қош келдіңіз. Бірден сұрақтарға көшейік. Жалпы ұлттық тәрбие дегенді қалай түсіндіруге болады? Ұлттық тәрбиені қалай түсіндіруге болады? Ұлттық тәрбие дегеніміз ұлтымыздың болашағы. Қазіргі кезде ойлаймын, өзінің елін, жерін, отанын сүйгізетін, бағалайтын балаларға ұлттық тәрбие беру деп ойлаймын. Енді ұлттық тәрбие дегенде тек қана білім ғана емес, соның ішінде салт дәстүрді, отаншылдықты, ұлтшылдықты соны бағалай білетін ұлттық тәрбиеге жатады деп ойлаймын. Енді осы ұлттық тәрбиенің қазіргі қоғамдағы маңызы қандай деп ойлайсыз? Ұлттық тәрбиенің қоғамдағы маңызы өте ерекше деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде балалардың сана сезімін биікке көтеру үшін осы ұлттық тәрбиені сол балаларға әр тәрбие ретінде айтып отырған дұрыс деп ойлаймын. Қоғам болғандықтан қоғамда ұлттық тәрбиенің мәні зор, себебі балалар сол қоғамда өз орнын білу керек деп ойлаймын. Ал жалпы осы ұлттық тәрбиенің баланың алдағы өміріне қандай әсері болады деп ойлайсыз? Ұлттық тәрбие баланың алдағы өміріне үлкен ерекше мән берген дұрыс. Өйткені ұлттық тәрбиеде бала өзінің бойындағы барлық жақсы қасиеттерін осы ұлттық тәрбие арқылы көруге болады. Баланың жаңағы қасиеттерін, тәрбиесін, өзін қалай ұстауы бәрін осы ұлттық тәрбие арқылы білуге болады деп ойлаймын. Біз қалай ұлттық тәрбие бере аламыз, сол баланың өз-өзін көрсетуі деп білемін. Сіз енді қыз баланың әжесі ретінде келесі сұрақтар осы қыз баланың тәрбиесіне арналады. Оның біріншісі, отбасының қыз бала тәрбиесіндегі рөлі қандай? Отбасында қыз балаға тәрбиесі өте мықты болу керек. Жаңа алдында айтып өттім ғой, енді анаға қарап қыз өседі деп. Ана отбасында қыз балаға үлкен тәрбие беру керек, жауапкершілікпен қарау керек. Қыз балаға ол тәрбиесіне үлкен мән беру керек. Отбасында қыз бала не көрсе, түзде де соны көрсете алады. Сондықтан отбасында тәрбие өте мәнді болғаны дұрыс деп ойлаймын. Ал енді осы қыз баланың бойында қандай ұлттық тәрбиелер болу керек? Қыз баланың бойында енді тәрбиелер инабаттылық болу керек, инабаттылық, сүйкімділік, жан-жақтағы, енді қазіргі кезде айтып отырмыз ғой, бауырларына, туыстарына деген сүйіспеншілікпен, одан кейін мектептегі сыныптастарына сыйластықпен қарағаны дұрыс деп ойлаймын. Жұмабике ханым, бізде қыз ұлттың айнасы деген ұғым бар. Сол сөзді қалай түсіндірер едіңіз? Қыз ұлттың айнасы деген ұғымды түсіндіретін болсақ, қазақ халқында қызға ерекше зор мән берген, тәрбиесіне,
жүріс тұрысына, әдептілігіне, инабаттылығына, сол ұғым арқылы қызға 40 үйден тыю деген ұғымды түсіндіруге болады. Енді жаңа инабаттылық, әдептілік дедіңіз. Жалпы қыз балаға тән осы инабаттылық пен әдептілік дегенді қалай түсінуге болады? Қыз балаға әдептілік пен инабаттылық қыз баланың бойында болу керек. Әдептілік дегеніміз жүріс тұрысы, киген киімі, сөйлеген сөзі деп білемін. Ал инабаттылық сүйіспеншілік, кішіпейілділігі, үлкенге құрмет, кішіні сыйлау деп білемін. Жұмабике ханым, жалпы баланың тәрбиесінде мектеп пен қоғамның ықпалы қандай? Баланың тәрбиесінде мектеп пен қоғамның орны бөлек. Мектепте біліммен бірге тәрбиеде жүру керек. Қоғамда бала өзінің орнын білу керек, өз-өзінің қалай ұстауы, қоғамда өзін көрсетуі, жауапкершілігі, мектептен алған тәрбиесі мен білімін сол қоғамда көрсете білу керек. Жақсы. Енді осы көрсету білу керек дегеннен шығады. Әлеуметтік желілер қазір көп қой. Солардың бала тәрбиесіне, баланың болмысына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Қазіргі кезде әлеуметтік желіде балаға өте көп әсер етеді. Себебі балалар көбісі осы әлеуметтік желіге қарай көп отырады әлеуметтік желіде. Сондықтан мен ойлаймын, әлеуметтік желіде отырған баланы ата-анасы қадағалау керек. Әсері өте көп, өйткені жаман жағына да апару мүмкін, жақсы жағына да апару мүмкін. Сондықтан баланың әлеуметтік желіде өзінің бір уақытысы, өзінің бір темасы, өзінің бір бағыты мен көргенін ата-анасы қадағалап отырғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені әлеуметтік желіде баланы тағы да қайталайын, жаман жағына да, жақсы жағына да апарып соқтырады деген ойдамын. Соңғы сұрағымыз, қыз бала ұлттық дәстүр мен заманауи өмірді қалай үйлестіре алады? Қыз бала енді ұлттық дәстүр мен заманауи өмірді қалай үйлестіреді деген сұраққа жауап беретін болсақ, ұлт дәстүрді қыз бала сақтай білу керек, ұғына білу керек, және осы заманға сай осы өмірді бірге алып жүре алу керек деген ойдамын. Жақсы. Рахмет Жұмабике ханым. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Сізге ой пікіріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Хош, аман болыңыз. Жақсы, құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз аяқталды. Сіздер де хош, аман болыңыздар. Сау болыңыздар.